келіндерім, соңыра өкінеміз ағайын. Бар ма бір мықты әйел? Міне келе атыр. Шанс берек, той осы ауылдық аға. Кто ты, воин? Бұл кісіге сүйек майген жоқ, аға, өзін ала бер, сол сүйек майк деп атыр. Намыс бұл кісіні жібермей тұрған. Есіміңіз кім? Шолпан. Не үшін шықтыңыз? Ауылдың үлкен келіндері мені жіберді, арқамда деді. Бигом деді ме? Көрдіңіз ба, бұл жақта дедовщина, бабовщина бар кәдімгідей. Бигом деді, бұл кісі әміріне қылды, қарсы шыға алмайды үлкен келіндерге. Аға, сіз үйтіп бүйтіп айтты, все. Неше рет істе деді? 30. Ал керек болса. Үлкен, представь, Қарағаштың үлкен келіндер. Бар давай, 30 істе деді, әйтпесе деді. Әне тұр. Газовайтты, ал, енді все істеу керек. Түгел ауылдың намысы. Таста, жалпы. Немен айналысқансыз? Тәрбиешімін, балабақшада. Нервына тиетін балаларды көз алдына елестетті істей беріп. 2, 3, 4, 5, 6, бұдан кейін шанс берілмейді. 7, 8, 9, 10, поддержка, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, Қарағаш, Туқ, 23, 24, бірге, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, сомнения болмасын. 35! Кәрәкеш қолы. Сәлі. Құш мен ударым осындай ма? Конечно, ты чё, түгел ел? Конечно, ана кісіде үн жоқ әне. 35 деп сат, мен 30 десе айтар едім, но 35 деді, честно. Жасы да үлкен сізден. Сен жап-жас қызсың ғой, қайда ана кісі? Мен ана жаққа қорқытайын деп атсың ба, бар ма жүрегім? Так, бірінші орын. Дөңгіл шапалақ достойын алды. Екінші орын. Міне, алып анадан туады деп қазақ бекерге айтпаған. Міне, осындай қыздардан, осындай келіндерден Қабанбайдай, Бөгенбайдай мықты жігіттер келеді ғой дүниеге, шапалақ ұрайықшы. Міне, мықты болу керек келіндер. Қазір рас, славы болып қалдық келіндер. Сол әдейі соны насихаттау үшін қазақтың мықты келіндері бар, соны көрсетейік деген мақсатпен осыны. Және үшінші орын кім алды бізде? Үшінші орындікі сіздікі болды ғой. Вот, келе ғой, вот. Мен негізі спортсмен едім деп мақтанған. Ауылдың Қарағашында никакой спорт не поможет. Қалған қыздар сіздер енді рахмет. Күйеулеріңе ұрыста бермей, кішкене жұмыс істеп качать етіңдер. Так, сізге үшінші орын алғаның үшін 5 литр сұйық май, это тоже не дешевый подарок. Оған плюс қосып шапалақ ұрсаңыздар, құрметті ағайын. Міне, мынаны береміз. Екінші орын. Сіз қанша көтердіңіз? 18 көтерді ғой. Ана кісі 18. Бірінші тексеріп ал соның бәрін, сен түсіндің бе? Өзім шошып кеттім ғой, біреудің қиянат жасап қойды. 18 көтерді. Бәсе, мен де ойлаймын. Так, сосын дөңгіл ағаш бар ма, шапалақ ұрмасыздар ма, қыздарыңызға келгеніңіз. Так,
мынау саған утешительный, плюс міне саған мынандай астау таза қайыннан жасалған мықтысын. Ал енді бірінші орын алған Қарағаш жүлде құтты болсын. Светлай, сертификат. Астау. Тағам көтеріп қойып Қарағаш деп. Қазір Олимпиададан келген ұқсап мәсіл ғой өзіңіз. Міне, мықты ма қыздар? Шапалақ ұрып қойған. Тамаша ойын болды. Рахмет. Жайғасыңыздар. Құтты болсын жүлделеріңіз.